істің болсын өнуіне 3 шарт бар. Әуелі ниет керек, содан соң күш керек, одан соң тәртіп керек. Жақсы адам барлығын өзінен іздейді, ақымақ адам оларды басқалардан іздейді. Өмірдің не екенін түсіне алмай, өлімнің не екенін қалай түсінбекпіз? Кім қателігін түзетпесе, ол үлкен қателік. Арман жарық жұлдыз, онсыз айқын бағдар жоқ. Бағдар болмаған соң алға басу да жоқ, тірлік те жоқ. Сен жаудан қашсаң, өмір сенен қашады. Ақшаға сатып алуға болатын дүниелер өмірдің кереметтері емес. Өмір ешқашан шешуі табылмас жұмбақ, ешкім шығара алмас қиын есеп. Адамның бүкіл өмірі өзін-өзі жұбату, өзін-өзі алдау. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Бірі не болса соны жей бермей азығына талғанмен қарайтын жан, бірі кім болса сонымен дос болмай айналасындағы достарын жөнімен таңдай білген адам. Терең су жай ағады, ақылды адамдар тыныш өмір сүреді. Өмір ұзақтығымен өлшенбейді, мазмұнымен өлшенеді. Егер дұрыс пайдалана білсеңіз, өмір ол айтарлықтай ұзаққа созылатын нәрсе. Адамның негізгі міндеті күнелту емес, өмір сүру. Өмір шыңға шыққанмен бірдей, асықпай шығасың, зымырап түсесің. Кім өмірді қадірлей білмесе, ол оған тұрмайды. Өмір деген осы, бүгін бар, ертең жоқсын. Сен кет деген деп, өмір өзен ағысын өзгертпейді. Адам керуен, өмір жол. Ұят адам өміріндегі сенімді жол басшы. Сұм өмір абақты ғой саналыға. Егер ұзақ өмір сүргің келсе, онда ұнтақталған грек жаңғағы аралас, балды үзбей жей бер. Дүниеде көбірек тұрғың келсе, өз-өзіңді бапта, кеткің келсе, былапытта. Ғұмырыңды ұзартқың келсе, тамақты тарташ. Білім қалар артыңда, ғұмыр сырғып жоғалар. Өмір кеме, онда жүзем демеңіз, ізгіліктен жасалмаса кемеңіз. Ойын тойсыз өмір, аялдайтын бекеті жоқ ұзақ жол сияқты. Өмір қимыл қозғалысты талап етеді. Әлемдегі үздік білім өмір үшін күресте беріледі. Қызықшыл дырду өмір күні бұрын жеткен кәрілік. Қателіктер өмірдің тыныс белгілері секілді, олар болмаса мәтіндегі сияқты өмірдің еш мағынасы болмайды. Өміріңде кездескен кез келген адамды немесе бағалы затты басқа ешкім, еш нәрсе оның орнын баса алмайды деп қарама. Осы көзқараста мықты болсаң, болашақта асылыңнан айырылып қалсаң да сабырлы бола аласың. Өмірде қате пікір болмайды, тек біздің пікірімізбен сәйкес келмейтін пікірлер бар. Аңдысқан мына дүниеде біреуге біреу табашы. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес.
Мені адамның кедейлігі емес, оның ойы мен жанының кедейлігі қынжылтады. Әрекет етпей арманға жетуді ойлау, егін екпей оны жинаумен тең. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді. Адам өмірі дөңгелекті арба секілді, қатты жүріп бара жатқан арбаның сені қай бұрылыстан түсіріп кетері белгісіз. Өмірдің қысқалығы сонша, ол туралы ойланып та үлгермейсіз. Өмірге наразылық танытқанша, мәнді өмір сүруге ұмтылыңыз. Бұл өмірде жалғыз бақыт тоқтаусыз алға қарай талпыну. Егер өміріңізде қиындық орын алса, оның себебін өзіңізге түсіндіріңіз. Сонда жүрегіңіз тынышталады. Өмір қас қағым сәт, кірпік қағумен тең. Өмір шыңға шыққанмен бірдей, асықпай шығасың, сымырап түсесің. Нәпақа табам деп, өмір сүруді ұмытып кетпе. Адам кірпіш сияқты, күйген сайын қатая түседі. Дәл қазір қолыңызда өмірдің қиын қыстау кезеңіне төтеп беруге көмектесетін дүниенің барлығы бар. Өмірде тек өзіңізді түбегейлі өзгерте аласыз. Сынық қанат көбелек, ол да өмір іздемек. Адамның басшысы ақыл, жолаушысы ой, жетекшісі талап, қорғаушысы сабыр, сынаушысы халық, таусылмайтыны арман, ең қымбаттысы ар сақтау, бәрінен ардақтысы өмір сүру, соның ішінде ең тәттісі сыйластық. Ғылымды үйреніп, оны өмірге қолданбаған кісі жерін айдап, дәнін сеппеген адамға ұқсас. Өмірде адам не көрмес, көтергенмен кеудесін, жақсыға жаман тең келмес. Жалғыздықпен өмір сүру және одан рахаттану ұлы қабілет. Өмірде кездесетін әрбір қиындықтың бір қуанышы болатынын ұмытпаған жөн. Өзіңіздің істеріңізге өзіңіз сүйсініп қарайтындай етіп өмір сүріңіз. Өткен іске өкінбеу керек. Өмірден алған соққылардың бәрі маңызды емес. Маңызды біздің еш нәрсеге мойымай, алға қарай ұмтылып өмір сүріп келе жатқандығымыз.